Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын ары қарай талдаймыз. Қазіргі біздің талданатын сұрақты біз 24-ші сұрақтан бастаймыз. 24-ші сұрақ. 24-ші сұрақ былай деп атайды. Фотосинтез кезінде аралық өнім болып табылатын моносахарид деп аталады. Бірінші А жауабы лактоза, В жауабы галактоза, С жауабы ксилоза, Д жауабы тетроза, Е жауабы триоза. Бізге көмірсуды сұрап тұр, көмірсуларды. Ал көмірсуларды біз қаншаға бөлетін ек балар? Үшке бөлетін. Бірінші моносахаридтер, суда жақсы ерейді, тәтті дәмі бар. Екінші, екі моносахаридтің қосылуынан түзілетін дисахаридтер, одан соң полисахаридтер. Ал бізге сұрап тұрған моносахаридтер. Енді фотосинтез кезінде дейді, аралық өнім болады дейді. Бұл жерде дұрыс жауабы балар тетроза. Тетроза. Енді моносахаридтерге сипаттама берейікші балар. Моносахаридтер дегеніміз не? Бұл жай қанттар, немесе жай көмірсулар. Моносахаридтер ол бөлінеді. Триоза, тетроза, пентоза, гексоза болып бөлінеді. Естеріңде бар ма? Немесе біз 5 бұрышты қант, 6 бұрышты қант деп оларды айтамыз. Бұлар тағы да айтамыз, суда жақсы ереді, тәтті дәмі болады. Соның біреуі тетроза балар. Бұл бірінші лактозаны айтайық. Лактоза моносахарид емес, ол дисахарид. Лактоза бұл неден түзіледі? Галактоза және глюкозадан түзіледі. Бұлар жануар сүтінде болатын дисахарид, лактоза дегеніміз. Келесі галактоза. Галактоза бұл галактоза гексозаның өкілі, бұл да болмайды. Бұл сүт қантының құрамдас бөлігі балар. Сүтте лактозаның құрамдас бөлігі галактоза болады. Бағана айттым, лактоза, галактоза плюс глюкозадан түзіледі дедім. Сондықтан сүт қантының құрамдас бөлігі болып табылады. Ал енді ксилоза ше. Ксилоза бұл пентозаның өкілі, дезоксирибоза, рибоза сияқты ксилоза өсімдіктерде өте көп кездесетін моносахарид болып табылады. Ал енді мынау тетроза бұл адам организмде көмірсулар ыдырауының пентозалық циклінде түзіледі және фотосинтез кезінде аралық өнім болып табылатын моносахарид осы тетроза болып табылады. Енді міне дұрыс жауап қайсы болды сонда? Тетроза болды. Келесі сұрақтар балар. Келесі сұрақтар. Бізде бұл көп жауапты сұрақтар, сондықтан мұқият тыңдаңдар. Жарай ма? Бізде келесі сұрақ 25-ші сұрақ. 25-ші сұрақ былай дейді. Лейкоциттердің типтері дейді. Лейкоцит дегеніміз не? Лейкоциттер дегеніміз қанның жасушасы. Қан жасушасы үшке бөлінетін. Эритроцит, лейкоцит, тромбоцит. Соның ішінде лейкоциттер, бұлар ядросы бар, қанның түссіз жасушалары. Естеріңде бар ма? Бұлардың басты қызметі ағзаны ауру тудыратын микробтардан қорғайды. Және осы лейкоциттердің тағы бір ерекшеліктері бар. Олар ерекшеліктері бұл қан тамырларынан шыға алады, оның ағынына қарсы қозғала алады. Себебі бұларда амеба сияқты жалған аяқтары болады. Сол жалған аяқтары арқылы қан ағысына қарсы қозғала алады. Енді осы лейкоциттердің типтерін сұрап тұр. Лейкоциттердің типтері 5 балар. Біз жауап нұсқаларымен танысайықшы. Бірінші эозинофил, екінші миоцит, үшінші остеоцит, Д жауабы тромбоцит, одан соң эритроцит, нейтрофил, моноцит. Негізі лейкоциттердің 5 типі бар. Соларды жазайық. Бірінші эозинофил.
екінші нейтрофил. Осы бесеуін балар лейкоциттік формула деп атайды. Нейтрофил. Одан кейін моноцит. Одан соң лимфоцит. Соңғы бесіншісі балар, ол базофил. Осы бесеуі лейкоциттердің типтері. Немесе лейкоциттік формула. Сендерге жауап нұсқасында үшеуі келіп тұр. Олар эозинофил кеп тұр. Міне бірінші жауап. Екінші жауап нейтрофил кеп тұр. Міне екінші жауап. Үшінші жауап моноцит кеп тұр. Негізінен қаншау екен? Негізінен бесеу екен. Келесі 26-шы сұрақ. Түйінді жүйке жүйесі тән жануарлар. Бізде жүйке жүйесін біз бірнеше топтарға бөлдіге, сондықтан бізге соның ішінде бізге түйінді жүйке жүйесі бар жануарларды ата дейді. Балықтар, іші қуыстылар, қос мекенділер, сүт қоректілер, буын аяқтылар, жалпақ құрттар, ұлулар, құстар деп беріледі. Әрине, бұл жерде дұрыс жауап буын аяқтылар. Буын аяқтылар. Ал екінші жауабы ұлулар. Бұларда түйінді жүйке жүйесі болады. Түйінді жүйке жүйесі жұтқыншақ үсті және жұтқыншақ асты жүйке түйіндермен құрсақ жүйке тізбектерінен тұратын жүйке жүйесі. Осының ішінде мына буын аяқтыларға шаян тектестер, өрмекшіл тәріздестер және бунақ денелер жатады ғой. Соның ішінде өрмекші тәріздестерде балар жұтқыншақ үсті жүйке түйіні нашар дамыған. Осыны ұмытпайық. Жарай ма? 27-ші сұрақ. 27-ші сұрақта былай деп беріледі. Ядроның құрамдас бөліктері дейді. Жауап нұсқалары: А. Гольжи жиынтығы, В. Диктиосома, С. Мезосома, вакуоль, ядрошық, кариоплазма, гиалоплазма деп беріледі. Бұл жерде ядроның құрамдас бөліктеріне жатады, ядрошық жатады, және бұл жерде кариоплазма жатады. Ядро дегеніміз не? Ядро дегеніміз карион деген сөзді білдіреді. Карион. А кариоплазма дегеніміз ядроның ішін толтырып тұратын сұйықтық. Сондықтан ол ядроның құрам бөлігіне кіреді. Ядрошық дегеніміз ядроның ішіндегі тығыз денешік. Осыны біз ядрошық деп атаймыз. Ал сонымен кариоплазма дегеніміз ядроның ішкі ортасы дейік. Ал ядрошық ядроның ішіндегі тығыз денешік. Бұл жерде балар рибосомалар түзіледі. Осы ядрошықта. Сондықтан бұл ядроның өзі эукариотты жасушаларда болады. Себебі эукариотты жасушаларда ядросы толық қалыптасқан. Сондықтан ядрошық пен кариоплазма ядроның құрамдас бөліктері болып табылады. Ал қалған гиалоплазма ол цитоплазманың түп негізі. Одан соң мезосома дегеніміз бактерияларда митохондрияның қызметін атқаратын органоид, ол болмайды. Вакуольді білесіңдер, жасуша шырынына толы органоид вакуоль дейді.
оны білеміз, иә. Одан кейін мезосоманы айттық. Гольжи жиынтығы ол жасуша ішілік заттардың тасымалына қатысатын органоид. Міне балалар, біз бүгін 4 сұрақты талдадық. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.